Сәлеметсіздер ме достар, бөліп жүргенге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш. Так, крыша приложениеда подайтиміз. Так, міне запчасти деген бар. Онан кейін автозапчасти таңдаймыз. Так, мысалы мен осыны сатып алдым. Текст объявление жазуға болады. Міндетті түрде деген сөз мыналар. Так, запчастидің кодын жазуға болады. Маркасын таңдау керек. Марка таңдадым. Одан кейін модель таңдау керек. Поколение таңдау керек. Состояние жаңа ма, ескі ма, соны таңдау керек. Ескі. Наличиеде бар ма, жоқ па, соны таңдау керек. Бағасын жазып кетемін. Регион таңдаймын. Қаласын таңдаймын. Доставка бар ма, жоқ па, соны жазып кетемін. Далее басам. Мында сіздің номеріңіз болады. Тағы да номер қосуға болады. Далее басамыз. Фото міндетті түрде қосқан жақсы. Себебі сатып алушылардың интересін тудырады, яғни алуға фото міндетті түрде қосыңыздар. Опубликовать басамыз. Одан кейін хабарландыруды горячийға жіберуге болады, яғни ақылы рекламалар жоғарыда болады, покраска болады. Немесе осындай, жоғары көтерілетін осындай болады. VIP 3 күн бағасы сіздерде басқаша болуы мүмкін. Горячийді бір-бірден сатып алуға болады. Так, мына жер топқа шығаруға болады. Немесе іштен сатып алғыңыз келмесе, подать без продвижения басасыздар. Так, хабарландыру тексерісте, модераторлар тексереді. Оны перейти в личный кабинет дейік. Одан кейін хабарландыруыңыз шығады. Так, мына жерде сіздер көре аласыздар, неше адам телефон номері қарады, неше адам хабарландыруды қарады. Редактировать етуге болады, снять с продажи деуге болады. Қосымша өтпей жатса реклама сатып алуға болады. Жоғарыға шығарып, топқа шығару деген сияқты. Хабарландыру бір аптаға жарамды. Біліп жүргенге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз. Өтініш.